Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Болкаплей арнасы. Бүгін біз Абай Құнанбайұлының қара сөздеріне тоқталып өтеміз. Абайды оқытпау керек, оны оқу керек. Абай шығармаларын көп адамдар түсіне бермейді, түсіну қиын. Оқыған сайын жаңа қырынан тани түсесің. Ал ерте жаста көбіне мектеп қабырғасында оқушылар ағартушының өлеңдерін түсінгенмен қара сөздеріне терең бойлап мән бермейді. Мән бергенмен жете түсіндіріп бере алмайды. Абайды оқу үшін де білім керек. Бойындағы білім жеткілікті болғанда Абайды міндетті түрде оқып, өзінше танымыңды кеңейтесің. 15-17 жас аралығы сендердің нағыз сол шақтарың. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Сөйтіп көркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы көркемдік сана мен философиялық сананы ұштастырады. Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлар түрлі пікірлерімен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық концепциясын құрайды. Абайдың қара сөздерін жалпы адамзат баласына ортақ асыл сөз ретінде бағалауға болады. Достар, бүгінгі видеода мен Абай Құнанбайұлының 17-ші сөзіне тоқталғым келеді. Басқа сөздерін бәрін оқып бітірдім, маған ұнады. Мен бұрын мектепте оқыған кезде шынымен де түсінген жоқ едім. Енді қазір маған өте түсінікті, бұл өте керемет ойлар екен, маған ұнады. Бүгін біз 17-ші сөзін оқып бергім келеді. Ендеше тыңдаймыз. 17-ші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзіңді білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен. Ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тонып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйі, жайы қандай болып жаттыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіде тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқанының бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлерінің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруына қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңіріне де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман» депті. «Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім» депті.
бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырына жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіне жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін де жүрекке билет, деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуін ала болсан, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпынды таза сақта. Құдай тағала қалпына әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті. 1893 жыл. Достар, бұл әңгіменің астарлы мағынасы өте терең. Маған ең қатты ұнаған қара сөздерінің бірі болды. Бұл Абай Құнанбайұлының қара сөздерінде өте көп ғылымға, білімге шақырады. Ол кезде көп адамдардың жазу, оқу қабілеттері болмаған, көпшілігі надан болған. Сол үшін Абай Құнанбайұлы әбден өз халқынан алып ашуланатын кісі болған. Жалқауларды жек көрген, себебі ол кезде шынымен де жалқаулардың саны тым көп болған. Олар еңбектенуден қашқан, олар тек қана мал бақсам болды деп, бүткіл өмірлерінің мәні мал бағу болатын. Сол үшін Абай Құнанбайұлы оларды жан тәнімен жек көретін болған. Соларды білімге, ғылымға шақырумен өмірінің бәрі өткен десем де артық айтпаған болатын едім. Достар, сіздерді Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің бәрін оқуға шақырамын. Бұл жай ғана бір ғана бөлшегі. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңіздер, басқа да видеоларыма баға беріңіздер. Комментарийде өз ойларыңызды жазыңыздар. Қалай қарайсыздар Абай Құнанбайұлға? Мен айтқым келген, бірақ оған похуй, себебі ол баяғыда дүниеден озып кеткен. Сен қалай қарасаң да. Мақұл, мен артық сөйлеп кеттім. Жақсы, сау болыңыздар.